Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Астанада командалық әлем чемпионаты өтіп жатыр. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Жансая Абдумалик Абрахамян ойнап жатыр. Қазақстан, ақш. Кеттік. Е4, Е4, Е6, Д4, Д5. Алдымызда француз қорғанысы АЦ3, піл Б4. Бұл винавер варианты деп аталады. Е5, С5, А3, жедік, ат Е7. Бұл жердегі бір ерекшелігі, бұл варианттың мына пілдің мүмкіндіктері. Әрине бұл піл деген қара торларды дұрыстап тұрып басып алады, және болашақта бұнымен Жансая пайдаланады. А4, әрине мына пілдің өрісін кеңейтуге тырысады. Бұлай және бұлай да жүруге әбден болады. Әзір С7, АТФ3, Б6, піл Б5 шах. Бұл қалыпты жағдайдағы іс-әрекет. Біз деген темп ұтамыз. Піл Д7, піл Д3. Көрдіңіздер ғой? Мына пілді осындай орынсыз жерге апарып қойдық. Ат Б6, патшаны сұрағыздық H6, піл А3. Мына жақтағы жауынгердің қал жағдайын білуге тырысамыз. Ат А5, кеме Е1, патшаны сұрағызды ат H4. Әрине, бұның басты мақсаты F4, F5 деп қарсыласты қопаруға тырысады. F5, жедік, піл С1. Айтамыз, жарайды, мына жерде жақсы ештеңе тапқан жоқпыз, мына жерге ойымызды басқа жаққа аударайық деп. Бұлай F4. F4-тің ең басты мақсаты әрине Е5, Ж5 барлық торларды басқару және бақылау. Піл Е8, Ж3, ат С4, піл ат С4, уәзір Ж4. Біріншіден мына жерге шабуыл салатымыз, екіншіден белсенді жерге, жақсы жерге орналастыруға тырысамыз. Ат F5, ат F3, ат С6, уәзір H3. Уәзір H3. Ат Е4. Кеме А3. Мына торды басып алып, әрине бұна айырбастаудың амалы жоқ. Өйткені мына жауынгер жегеннен кейін, мына піл деген Франция пілі өте жақсы орналасады. Ондайға әрине ондайға жол бермеу керек. Ж3, бұлай. Д6, ат Е5, С4, піл Е2. Б5, піл Ж4. Біз батареяны құрдық. Және мұна Е6-дағы жауынгерге шабуыл жасадық. Піл Д7, АБ жедік, ат Б5. Кеме А6. Әрине, мұна жауынгерге қызығатын болсаңыздар, мұна жауынгерге онда ат деген ана пілді жек кетеді, содан кейін Е6-дағы жауынгер құлап қалады. Бұлай да жүрсеңізде, ешқандай жақсылық болмайды. Көрдіңіздер ғой? С8 қорғап жатыр. Кеме А5, С6, піл А3, жедік, А6. Байқасаңыздар, мұна пілдің мүмкіндігі шектеулі. Неге? Бұл француз қорғанысындағы жапа шегетін және қиналатын ойыншылардың бірі. Кеме Е1, мұна А6-дағы жауынгерге оқталдық. Піл Б5, піл H5, мүмкіндік бар болса, мына торға кіріп алу, және болашақта оны пайдалану. Д8, піл F3, енді әзірше бір нақты жоспар жоқ, не істейтінімізді. Бірақ енді ақырындап өзіміздің қалыпты жағдайымызды бұзбауға тырысамыз. Кеме Е1, піл H5, кеме А1, Е3, піл F3, Ж4. Наған шабуыл жасаймыз. Содан кейін болашақта әрине мына жауынгерге де ақырындап сұқтанамыз деп жатқан ғой. Сұқтанып қараймыз. Бұлай кеме Е1, Е4, жедік, ат Е5, ат F6, жедік. Байқасаңыздар, енді біріншіден жауынгерді ұтып алдық, екіншіден мына Е5-тегі атымыз мына пілге қарағанда көш ілгері және өте керемет. Мына ат деген мына пілден мықтырақ. Уәзір А5, қорғаймыз. Бұлай, уәзір Ж2, ат Ж4,
уәзір Е4, ат Е5, Ж4, А5, кеме H3. Әрине, қазіргі басты мақсатымыз бұлай жүру, және қарсыластың несін қопарамыз. Мына жауынгер ешқайқа жете алмайды. Ондай жағдай. Осы жағдайда Абрахамян Жансая Абдымәлікке ұтылып қалды. Каналдағы видео орнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.